Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Сендермен бүгін тағы да Ұлжан Құттабай. Бүгін біз осындай әдемі мороженое, яғни балмұздақ тоқып үйренеміз. Ол үшін бізге керекті заттар түнгі жағына ақшыл немесе осындай күлгін түсті тоқу жібі керек. Мына жоғарғыдағы жіптеріңізді өзіңіздердің таңдауларыңызға қарай аласыздар. Және үстінде осындай әртүрлі моншақтар салуға болады. Және бізге керегі тоқуш ілмек, қайшы, клей деген сияқты нәрселер. Ал егер ұнаған болса, менімен бірге тоқып шығуларыңызға болады. Мен бүгін кішірек қылып тоқиын деп отырмын. Кейін тағы да түсіндірме жұмыстары болады. Егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі комментарий жазсаңыздар, мен сіздердің көргендердің ұнағандарын біліп отырамын. Ал бастайық. Ол үшін біз әдеттегідей ғажайып шеңберден басталып, және осы бастан басталып бекітеміз. Осы шеңбердің ішінен біздер бірден 3 бас стол бекбезін накида аламыз. Осылай ұстап отырсаңыздар болады. Немесе шеңберден қолдарыңыз шығарып алып тастауыңызға болады. Міне біреуі кетті. Екеуі кетті. Міне бізде үшеуі кетті. Қазір мен басында салмаппын. Бізде үшеуі кетті. Содан кейін әдеттегідей мына жіптен тартып шеңберімізді азайтамыз. Одан кейін әрбір бастан бір-бірден, екі-екіден әрбір бастан стол бекбезін накида тоқимыз, яғни бас қосамыз деген сөз. Біреу. Тап сол жерден аламыз екіншісін. Екеу. Осылайша 3 рет екі-екіден тоқып шығамыз. Екіншісіне келеміз. Біреу. Тап сол жерден екеу. Үшіншісіне келеміз міне. Соңғы. Біреу. Және сол жерден аламыз екеу. Яғни біздің жібімізде 6 бас болды. Ары қарата менің басқа видеоларымды көріп жүрген болсаңыздар, 1-2 деп бастаймыз. Яғни ол әуелі үстемесіз бір баған тоқимыз. Екіншісіне келгенде 2 рет аламыз. 1-2 деп сөйтіп айтып жүрміз. 2. 2-ге келгенде біздер тағы бір біреуін аламыз. 2. Тағы да 1. Екіншісіне келгенде 2 аламыз. 1. Тағы осы жерден аламыз. 2. 2. Және 1 рет аламыз. Сіздер шатысып кетпеу үшін басқа жіп қойып қоюды ұмытпадыңыздар ма? Біреу. 2. Мен бүгін кішірек қылып тоқиын деп жатырмын ғой. Сондықтан енді ары қарата 5 рет айналып, яғни жіп қойып кетейік. Қазір мен сіздерге түсіндіріп көрсетейін. Мысалы мынандай бір контрастын қойып кетейін. Басқа түстен. Осы жерден ары қарата бас қоспай айналдырып тоқи береміз. 2 рет айналдырып тоқимыз. Осы түстен ешқандай бас қоспаймыз. Біреу, екеу деп. Ешқандай үстеме бас қоспаймыз бұл кезде. Екеу мына белгілеп қойған белгімізге дейін. Төртеу. 5. 6. Бұл негізі тоқуда жылдам тоқу емес, мәселе бұл тоқуда иток, яғни
қорытындыда сіздің тоқып отырған нәрсеңіз, тоқиын деп отырған нәрсеңіздің келбетіне әдемі шықты ма? Сол біреулер жай тоқиды, біреулер жылдам тоқиды, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы тоқып біткеннен кейін сіздің тоқып жатқан дүниеңіз әдемі келбет беру керек. Міне тағы бір рет осылай үстеме бас қоспай тоқып шығамыз. Біреу, екеу, үшеу, осылайша кете бересіздер. Төртеу деп, төртеу, бесеу, алтау. Осылайша мына белгіні істегенге қарай шығып кете бересіздер. Мына жерге дейін біздер келдік. Енді тағы бір рет үстеме бас алатын боламыз. Яғни біріншісін үстеме бассыз аламыз, екіншісін үстеме бассыз аламыз. Үшінші келгенде бір жерден екі рет бас аламыз. Себебі кішкене жаңа балмұздағымыздың басы көріну керек. Біреу, екеу, үшеу. Үш деген жерден және екі бас аламыз. Екі рет тоқимыз деген сөз. Так, бір, екі, үш. Осылайша бізде егер мына жерден еңізді салып шамал итеріп қарасаңыз бұрышы шығады мороженныйдың, яғни балмұздақтың. Енді осылайша мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Мүмкін осындай үлкен балмұздақ тоқуыңыз келіп отырған шығар. Ол кезде мына 1, 2, 3 деп жаздық қой. Енді бұл жерде болады 1, 2, 3, 4-ке дейін барасыз, 1, 2, 3, 4, 5-ке дейін барасыз. Содан кейін жаңағы мына биіктікке дейін 5 қатар жоғары көтересіз, ешқандай бас қоспай. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5 мына жерге дейін бас көтересіздер. Қазір біз соны жасайық деп отырмыз, бірақ мен кішкентай ана балмұздақ тоқиын деп отырмын. Енді біз осы кішкентай балмұздағымызға үшеу жарап қалар деп отырмын. Көрейін. Сіздерге анық көрсету үшін мен тағы да осындай салып кетейін. Біреу,
міне бірінші бір айналым айналып шықтым. Мен енді тағы бір айналым айналып көрейін. Осылай айналдырып, егер жағы ыңғайлы болса, саусақтарыңызға іліп алып айналдыра беруіңізге болады. Әркімнің енді ұстауы әртүрлі жіпті. Бірақ манағы айттым ғой, ол әңгіме онда емес, әңгіме тоқылып жатқан заттың сапалы, әдемі шығуында. Екінші айналым айналып келдік. Енді тағы бір айналым айналып келдік те. Енді алдағы уақытта маған жазып жатыр қыздар, үйренейік деп едік, тоқып, осы тоқудың әліппесінен бастап инені қалай ұстау керек, қалай айналдыру керек, сол жөнінде видео түсіріңізші деп айтып жатыр. Сонда да ол жерде де айтарым, қазірден бастап бір-екі болса да айтып кетейін. Мынау отырғаны мынау жұмысшы жібі деп аталады. Содан іліп аласыздар ғой, былай етіп. Іліп алғанда мына ілмекті, содан кейін іліп алғаннан кейін мына ілмегіңізді төмен қаратты алсаңыздар, мынандай қылып төмен қарата алсаңыздар, жіптеріңіз үзілмейді, түсіп қалмайды. Болмаса міне алдыңыз. Енді келесі маңыздысы, ілмегін төмен қаратып шығарсаңыздар, сонда сіздегі жіп түсіп қалмайды. Әр жіптің тоқуына, қалыңдығы, жұқалығына қарай өзінің тоқу ілмегі болады, яғни крючогы болады. Ол крючок туралы да сабақ жазып қоярым кейін. Әртүрлі олардың да нөмірлері болады. Сосын жіптердің де түрлері болады. Олар туралы бөлек сабақ шығарып қоярмын. Талаптарыңа жаусын, менімен бірге тоқып атқан қыздарға. Сосын бұл негізі қазақша контент болғасын жерде таза қазақша сөйлеп, таза қазақша жазуымыз керек еді. Бірақ көпшілік таза қазақша жазсаң, қазақша сөйлесең, маған жазып жатады, русский перевод беріңізші деп. Сондықтан да кейбір заттарды столбик, знаки да, ол тағы нәрселерді мен сол тілде айтып кетемін де. Енді мына жерде де қазір мүйізші деп қалай айтамын мен енді. Мынау мороженый рожком деп айта алады ғой енді. Оның енді таза қазақшасын айтсаң, қазір кейбір түсінбей қалады. Сондықтан рожок тоқып атқанымыз басы. Рожогын тоқып атырмыз, яғни мороженойдың вафлиін тоқып атырмыз. Осымен рожок бітті, вафлиі. Мына жіпті жасырамыз. Жақсы етіп. Шамамыз келгенше жіпті ішке қарай жасыру керек. Балмұздақтың мынау жасырмайын, вафлидің қазақшасы не екенін білмеймін. Рожок, яғни вафли. Одан кейін ішін толтырмамен толтырып жібереміз, яғни хлофайбермен де. Әркім енді мата біреулер айтады, түрленді, ананы салуға болады, мынаны салуға болады деп. Менде әзірге хлофайбер, синтефон салады біреулер. Осындай кезде мынандай түбіне дейін шамаң келгенше жеткізсеңіздер, мороженойды ішін, яғни рожоктың ішін толтырып, кейін аузы тартылып кеткесін салу қиын болады да. Мүмкін жақындағанда тағы бір толтырып жіберуге болады. Әзірге осы кішкентай ғана тоқып жатырмын. Енді басқа түрлі түсті түсет аламыз. Енді мынандай үстін ақпен тоқиын деп жатырмын. Ол үшін былай етіп алсаңыздар болады. Яғни
ілмек жасап аламыз, керек емес ше. Ілмек жасап аламыз. Осы ілмектен былай етіп кез келген жерден саламыз да. Бір бас алып, бірден тоқып кетеміз. Екі айналып, осылай, осы ақ түспен бір айналып шығайық. Екіншісінде тағы да жаңа бекіту үшін және екінші айналып шығайық. Қане осы тоқу бірдей бәрі. Кейін бас қосамыз, оны айтамын. Ол үшін біз және бір айта кететін нәрсе, мына басын қатты айттым ғой. Мына көріп отырған жеріңізде екеуі мына жерде тұр. Соның ішкі осының екеуін бірдей емес, мына ішкі жіптен аласыздар. Сөйтіп тоқығанда жақсы болып тұратын. Ортасын алып, ішкі жіптен тоқыңыздар. Басындағы балмұздақтың өзін міне көріп тұрсыздар, міне ішкісінен аласыздар. Сөйтіп екі рет осы жерге дейін айналып келіңіздер. Бірге тоқиық. Мен екі рет айналып келдім, және тағы да кішкене салма салғым келіп тұр ішіне. Себебі балмұздақтың беті томпиып тұрсын деп. Өздеріңіз қанша салдыңыздар, соның ыңғайына қарайсыздар. Және өздеріңіздің тоқуларыңа кедергісін келтірмейтіндей етіп салсаңыз болады. Енді осыдан кейін басын бүретін боламыз. Бұрыннан мен каналымды қарап жүрген болсаңдар, бас бүруді білесіздер. Сол сияқты осылай ұстап отырасыздар да, әуелі бірінші ілмектен бір бас жіп алып, екі бастан бір бас шығарып тоқып аламыз. Одан кейін үш бастан бір бас, біреу, екеу. Осы үшеуінен бір бас шығарамыз. Сөйтіп біздер басты азайтамыз. Бір бастан бір бас алып, екі бастан бір бас шығарамыз, және үш бастан бір бас шығарамыз. Ауыз тарылған сайын тоқу қиындауға түседі, яғни бүріп тоқу деген қиындауға түседі. Сондықтан да кішіктен шыдамдылық танытып, әдемілеп тоқып шығуға тырысайық. Біреу және екеу. Сонда үш бас шықты, міне үш бастан бір бас шығарып аламыз. Тағы да бір бастан екі бас шығарып аламыз. Жақындаған сайын үш бастан бір бас шығаруды көбірек алсаңыздар, осындай етіп тез бүріледі. Яғни орысша айтқанда убавка. Соған қарағанда менің каналымды көрушілердің ішінде орыс тілді адамдар болу керек. Себебі орысша переводын сұрап жатыр. Мен шамам келгенше түсіндіруге тырысам, осы арасында жаңағы орысша атауларын қосып. Соны көрсетейін деп жатқаным. Мен аузын тоқып болдым. Енді ақ жіпімізді үздім. Осы ақ жіпті жасыруға тырысам. Яғни балмұздағымыздың төбесі дайын. Осы ақ жіпті шамам келгенше ішіне қарай өткізіп жасырып жіберуге тырысайық. Себебі бұның үстіне қазір және бір бетіндегі жамау кетеді. Сондықтан оны қатты түйіншектемесеңіздер де болады. Енді бізде мынау соңғы алған жеріңіздегі жіп бар ғой. Содан манағыдай ақ жіпті іліп алып, басылып алып, осы жерден столбик с накидом тоқып жіберсе, қазір мынаны тастайын. Біріншісін осылай алайын. Столбик с накидом тоқып жіберсе, яғни естеріңізде болса, жіп іліп аласыздар да, столбик с накидом. Яғни алғашқы мынау екі қабат арасын төртеу болып кетіп тұр, шатысып кетпеңіздер. Мен ана жіпті қатайтайын деп бірге алып кеттім. Так, мына соңғысы қалады. Мына топ жіптен өткізіп шығуға тырысайын. Әуелі екі жіптен бір жіп алдық, сосын екі жіптен бір жіп алдық. Міне көріп тұрсаңыздар, және тағы столбик с накидом аламыз келесіге. Столбик с накидом алып, екі бастан бір бас шығарамыз әуелі.
содан кейін екеуісінен және бір бас аламыз. Міне бізде осындай нәрсе пайда болды. Кейін былай қарай жатқанда көрінеді сіздерге. Одан кейін столбик без накида аламыз. Келесіден столбик без накида аламыз. Столбик без накида емес, бекітіп жібереміз өйтіп. Кейін мынау тоқығанымыз осылай жатқанда етегіндегі бізде жаңағы не болып шығады. Так, келесіден столбик с накидом тоқимыз. Жіп алып аламыз. Екі жіптен бір жіп аламыз. Сосын екі жіптен бір жіп аламыз. Бұл столбик с накидом болып саналады. Және жіп іліп аламыз. Содан кейін мына жерден бір ілмек аламыз. Әуелі екі жіптен бір жіп аламыз. Содан кейін жіптен бір жіп аламыз. Одан кейін тағы түбінен бір жіп алып аламыз да осы жерден өткізіп бекітеміз. Тартқанда сонда мынандай шығады. Қазір ол бәрі тоқылып шыққанда көрінеді, қазір бізге көрінбейді. Осылайша айналдырып бәрін мына үстінен қарағанда көрінеді. Міне көрініп тұр. Сіздерге көрініп тұр. Осылайша осы жерден тағы екі-үшеуін тоқсаңыздар, айналасында етегі көрініп тұрады. Мен айналдыра тоқып шықтым. Яғни мороженый, кішкентай ғана мороженый. Енді мынаның төбесіне біз мынаны не дейді қазақша білмедім. Енді айып етпеңіздер. Мына ақбасы, яғни осындай тоқитын боламыз. Ол үшін мен басқа түсті жіпті аламын. Манағыдай етіп басындағыдай бұл жіп алып осы жерден үш шеңбердің ішінен үш бас аламыз. Яғни біреу, екеу, бізде үшеу. Осы үш басты айналдырып бір рет тоқып шығамыз. Бірден бір айналдырып шықса, себебі мен жаңа балмұздағым өте кішкентай тоқып жатырмын, сондықтан да мысалға менің балмұздағыма бұл жеткілікті. Ал анау үлкен балмұздаққа кішкене ол 1-2 деп тоқу керек, кішкене көйту керек те. Мысалға маған осы жеткілікті. Менің балмұздағыма тартып жіберіппін. Қазір мен осыны бекітейін деп отырмын. Бір бас алдым да, осыны кейін қарай өткізіп мен осыны бекітемін. Қазір ол неге олай болғанын мен сіздерге түсіндірем. Маған осы жеткілікті. Осыны мен қазір айналдырып жібімді жасырамын. Жібімді жасырғанда сөйтіп мен бұл жіптердің артын қиып тастаймын. Себебі бұлар маған зиян келтірмейді. Енді мен мана тоқығанымды енді мынаның бетіне жабыстырамын. Сол үшін де маған жеткілікті деп отырғанмын. Яғни осылай етіп жабыстырамын да айналасының бәріне. Енді мен инеге жіп сабақтап алып, біраздан ғана жіп сабақтап алсам жеткілікті маған. Міне мен былай етемін. Мынаның астынан алып жібімді осылай сабақтап алып, кейін жіпті кілеге жіберсеңіздер де болады. Мен былай етіп ақбасын жасаймын. Біреу қыларым. Кейін осы жерден келесі жағына қарай өтіп, қазір мына жерден іліп алайын да, жіппен ғана тігейін деп отырмын.
осылай етіп аққан мороженый, яғни аққан балмұздақ сияқты қылып, себебі оны тоқып шығарсаң бұл жерде жаңағы балмұздағым кішкентай болғандықтан маған әдемі шықпай қалады. Бұлай етіп аққан мороженныйдың сұлабасын келтіремін. Және шамалы ғана клей жағып, осы айналадағы ашық жерлерге, яғни мына көтеріліп тұрған жіптерімді осы айналаға жабыстыруға тырысамын. Біздің балмұздақтың негізі шықты. Енді осы балмұздақтың үстіне себетін нәрселер, яғни мына жерде көп тұрсаңыздар, мындай нәрселерді мен осы жерден көруге тырысайын. Так, мына жерге біреу, қазір осы клейлердің үстіне шамам келгенше моншақтар салуға тырысайын. Главное, бір моншақты қойып қояйын. Себебі мынау желім ыстық, байқас болыңыздар қолдарыңызға. Не өрді қойайын. Қолдарыңызға байқас болмасаңыздар, клейге күйіп қалуы мүмкін. Тағы да қай жерге қойдым. Қызылды қойайын. Осылайша ыстық клейдің бір несі сол. Тез қатып қалады және тез жасып қалады. Түсіп қалыпты. Яғни балмұздақтың үстін сеппесі. Осы желімнің жақтарын жөндеп, міне бізде осындай балмұздақ шықты бүгін. Бұны не үшін кішірек қылып жасап отырмын? Бұл жерге мына жерінен ілмек жасап, немесе мына түбінен ілмек жасап шыршаға да ілуге болады балдарға, немесе үйдегі шашылып жатқан кілттерге брелок керек болады ғой. Сол кезде брелокқа да болады. Мороженый балалардың әртүрлі жағы, мынау несі бар, балмұздағы бар, менің кілтім, тағы бір нәрсе менің кілтім, балалар ажырату үшін сол осындай брелокқа да пайдалануға болады. Әрине жіп жасап жіберсеңіздер ілмек. Сол үшін де кішірегін тоқ көрсетіп жатырмын. Себебі каналымда біреулер сұрап еді, брелок тоқ көрсетіңізші деп. Соның мына бастамасы осы мороженныйда, яғни балмұздақта болады сол брелокқа, немесе шыршаға ілетін ойыншық ретінде болады. Міне енді, құрметті каналымның қонақтары, бүгін біздер балмұздақ тоқып үйрендік. Егер осы балмұздақ ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып, әр уақытта каналыма келіп тұрыңыздар. Енді өздерің көргендей, күнде каналымда қуанышпен қарсы алатын боламын сіздерді. Әлі талай керемет заттарды оқимыз. Мен сіздерге мыналарды түсіндірмей кеткен сияқтымын. Если мынандай болып, балмұздақтарың үлкен болып жатса, мына жерде, осындай жерінен бас алғанда, үстеме 4 бас, 5 бас алып, соны кері қарата тоқып жүрсеңіздер, осындай нәрсе болып шығады. Мен енді мынаған олай тоқи алмадым. Себебі олай тоқитын болсам, мынау енді өте құлапайсыз болып кетереді, мүнше үлкен болып, яғни орысша айтқанда грубый болып кетереді. Осының өзі кішірек жарайды деп отырмын. Ал мына жерде әдемі шығу үшін үстеме басала қоясыздар. 4-еу, 5-еу мен өзіңіз қарап. Соның жаңа ілмектерінен кейін қарата барсаңыздар, осындай нәрсе шығады. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк, коммент жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта кездесе берейік.